салмақшылар, отырыңыздар. Бүгінгі біздің сабағымыз өзін-өзі тану сабағы. Бұнда оқушылар ең бірінші жаңағы бесті ережесін еске түсіріп ала қояйық. Бәріміз бірге? Міне оқушылар есімізге, яғни бесті ережесін түсірдік. Біздер бұны күнде жаңағы сабақта істеп отырамыз, қайталап отырамыз. Енді оқушылар аяқ қолдарымызды жинақтап тыныштық сәтіне көңілдірейік. Бояуға шығып келеді. Балғын және таза ыңғайлана отырыңыздар. Денелеріңізді тізіп ұстаңыздар. Аяқ-қолыңызды айқастырмаңыз. Қолыңызды теңіздің немесе үстелдің үстіне қоюға болады. Көздеріңізді жұмыңыздар. Елестетіп көріңіз. Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл тенегі орналасқан. Гүлдің тенегі нұрдан бояуға шығып келеді. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңыз бен тілек қалауыңызды шайып, жүрегіңіздің қауызын ашты. Нұр сәулесі сіздің бойыңызға қараңдай бастағанын елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің қолдарыңыз нұрға бөлініп сәуле шашуда. Қолыңыз тек жақсы, ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі. Нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін ғана жақсы жерлерге апарады. Олар нұр мен махаббат құралына айналады. Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарайды. Тіліңіз тек шындықты және жақсы, ізгі сөздер ғана айтады. Нұрды құлақтарыңызға бағыттаңыз. Құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен әсем әуенді ғана естиді. Нұр көздеріңізге де жетті. Көзіңіз тек жақсыға қарап, бәрінің жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөлініп, басыңызға тек ізгі сәуле ой келеді. Нұр бірте-бірте қарып және шулана бастайды. Сіздің денеңізден шығып, жан-жағыңызға сәуле шашады. Осы нұрдан туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, таныстарыңызға да бағыттаңыз. Нұрды уақытша түсінсізсе, мен сөйлеген адамдарға да бағыттаңыз. Олардың да жүрегі нұрға толсын. Осы нұр бүкіл әлемге, барлық адамға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын. Ғаламның барлық түкпір-түкпіріне нұр бағыттаңыз. Ойша айтыңыз, мен нұрлымын. Мен нұрмын. Нұр менің ішімде. Осындай нұр, махаббат және тыныштық күйінде отыра тұрыңыз. Енді осы нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз. Нұрға толы бүкіл әлем сіздің жүрегіңізде. Оны осындай әлем қалыпты сақтаңыз. Және көзіңіз ашуға болады. Рахмет. Жайымен көзімізді ашайық. Ал енді оқушылар, осы тыныштық сәтіндегі күндегі нұрға өзіміз бөледі. Осы нұрымызды шашып, бір-бірімізге керемет бір әсерде қалдық, иә? Ал көз алдыңызға не елестеді бұнымен? Қандай сезімде болды? Жақсы сезімде болды, нұрды бойымызға тарап жатқан сезім. Отыра, рахмет. Айбегі, қандай сезімде болды? Тамаша сезімде болды. Осы нұрдың таралғанын сезіндім. Отыра, рахмет. Рахмет. Енді оқушылар, ары қарай жаңағы сабағымызды жалғастырайық. Бүгінгі біздің жаңағы сабағымыз бұл мен әлемді сүйемін тақырыбы. Яғни дәптерлерімізге жазып ала қояйық. Жалпы мақсаты құндылығы сүйіспеншілік
қасиеттері берілген әдеттер. Бүгінгі күнгі жастар дәптерлеріңізге жазыла қояйық. Мен әкемді сүйемін. Мен әкемді сүйемін. Бұл сағынышlar бүгінгі санағымыздың мақсаты бұл тұтынушыларға жалпыдамыздың құндылықтарды өмір бағыты түсіндіреді, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Енді ұшар мынадай дәйек сөзге көшіріп қояйық. Бүгінгі санағымыз дәйек сөзі сұлулық әлемді қарады. Жақсы, біздер жаңағы сабақта осы дәйек сөздің мағынасын ашамыз, иә? Сұлулық әлемді қарады. Ал ойланайық. Сұлулық әлемді қарады дейді. Бұрым, иә? Айтамын, сұлулық әлемді қарады. Мағынасын ашамыз. Сұлулық әлемді қарады. Қандай мағынасы? Сұлулық табиғаттың, яғни сұлулығы, иә? Адам сұлулығы жанында және тәнінде, иә? Ал жанында, ішкі жан дүниесінде дұрыс айтасыз. Ары қарай бағдат жалғастырамыз. Қандай мағынасы? Қандай мағынасы? Сұлулық жүректе жақсылық және де адамға деген керек жақсы мінездер, жақсы әдеттер бар. Және сол әдеттер мен сол мінездер адамға көмектесу, адамға жақсылық жасау әлемді құтқарады деп ойлаймын. Отыра ғой, рахмет. Ары қарай жалғыз айталық сұлулық жалпы жаңағы әлемді құтқарады. Мағынасы дәйек сөздің. Сұлулық өте адамға қажет. Адамдарда сұлулық болса әлемге деген үлкен көмек көрсетеді. Отыра ғой, рахмет. Міне оқушыларға сұлулық бұл бізді жаңағы ішкі жан дүниемізді істейді екен, жаңағы табиғатпен бірге ұрлануға түседі екен. Енді оқушылар мына тақтадағы бейне роликке назар аударайық. Бері қарай қояйық бәріміз. қандай жаңағы ой түйдік. Осы бүгінгі тақырыпымыз қандай ой түйдік. Камера айтады. Табиғатқа бөлуші шығуы, қоқыстан жасау болмайды. табиғаттың өз сәлемі бар. Табиғат адамға еркіндік береді. Дұрыс айтасыз. Табиғат адамға еркіндік береді. Рахмет, Тұрағұл.
Например, Табиғатты өзен, тау, беті, солай табиғатты солай бөліп жер-жерге қоқыстарды тастамай, өзінің қоқысты жерге тастамай. рахмет. Жантөре. Табиғатты ортаға тастауымыз керек. Қоқыс лақтырмаймыз. Иә, таза. Таза. Яғни біздер жаңағы өзіміз рахмет қалай болса, жаңағы бұл табиғатты да солай таза ұстауымыз керек екен. Енді оқушылар, бүгінгі тақырыбымызға байланысты біздер қазір көрсетіп тұрамыз. Дәптерлерімізде көрсетіп тұрамыз.